Мен өз басым бір каналдан айына $1000 астам, яғни 500 000 теңге шығарып отырмын. Жоқ қиын нәрсе емес, бірінші сыныптағы балаға үйретіп қойсаң, ол істей береді. Менің бір шәкіртім інім телефонда ойнап отқанын видеоға түсіріп салып, одан жалпы айтқанда подписчик жинап, алдағы уақытта уже ақша табайын деп жатыр. Тағы сендерге еркіндік, қалаған бизнеспен, қалаған спортпен, қалаған тамақты жейсің, қалаған жерге барасың, кинотеатр. Еркіндік деген нәрсе ол. Вообще мен сіздерге айтып жеткізе алмаймын. YouTube арқылы айына 500 000 теңге және миллион теңге, тіпті одан да көп ақша табудың жолын осы видеода соңына дейін көрген адамдар білетін болады. Алла қаласа сіздерді менің айтқанымды жасайтын болсаңыздар, сіздерде табатын боласыздар. Ал ендеше кеттік. Қазіргі уақытта неше түрлі сұрақтар бар, YouTube'дан ақша табуға бола ма, әлде мүмкін бе, қанша ақша табылады? Көбісі адамдар сенбейді. Мен өз басым бір каналдан айына $1000 астам, яғни 500 000 теңге шығарып отырмын. Қазір оның барлығын көрсететін боламын, видеода барлығын сіздердің алдыларыңызда. Әзірше мен қалай ақша табуға болады, вообще табуға бола ма, или қаншалықты табуға болады, соны айтатын боламын. Мысалы, қазір сұрақтар: ақша табуға бола ма? Иә, ақша табуға болады. Тауып қана қоймай, көп ақша табуға болады. Мысалы, көп ақша не ол? 500 000, 1 миллион. Сіздердің бір жерлеріңізді қиналдырып тапқан ақшаларыңызды сіздер бар ғой, айтайын. Үйде отырып, бір жерлеріңізді бір бөлмеден шықпай, бір жерлеріңізді көтермей ақша табуға болады, былай айтқанда. Турасын айтқанда сіздер қиналмай ақша табуларыңызға мүмкіндік көп. Ал енді сіздерге айтатыным, қанша ақша табуға болады? Бастапқы уақытта 100 000 теңге ма, 200 000 теңге ма, сіздің жұмыстарыңызға байланысты, сіздің істеп жатқан нишаңызға байланысты. Сізге бар болғаны YouTube'ты жақсы түсіну керек. Мысалы, YouTube қалай жұмыс жасайды, соны біліп алу керек. Көп адамдар қателеседі, ниша таңдау керек, ананы алу керек, штатив алу керек, камера алу керек, жарық алу керек. Жоқ. Саған ең бірінші YouTube'ты үйрену керек. YouTube'ты білу керек, YouTube қалай жұмыс жасайды. Соны білуің керексіңдер. YouTube'та қалай регистрация жасайды, қалай жұмыс жасайды, не істеу керек, нені түсіру керек. Адамдар сол нәрсені үйренбей жатырып, өздерінше басқа бір заттарды түсіріп, нәтижесінде просмотр жоқ, нәтижесінде ақша жоқ, яғни просмотр жоқ болса, подписчик таза жоқ. Сіздерге айтатыным, ең бірінші, менің методым, бірінші YouTube'ты үйреніңіздер. Содан кейін нишаның қалаған нәрсені таңдаңыздар. Қалаған американский, русский, СНГ, қазақ, қай жерге сіздердің видеоларыңыз, қай жерге көрсеткілеріңіз келеді, содан кейін көрсете бересіздер. Бірінші, YouTube'тың қалай жұмыс жасайды ол? Қандай кезде көп просмотр береді? Авторский право дегеніміз не? Қандай кезде подписчиктер көп келеді? Соның барлығын білу керексіздер. Егер солардың барлығын сіздер білмесеңіздер, тіпті олардың біреуін білмесеңіздер, онда сіздер ютубер бола алмайсыздар. Сіздер ойламай-ақ қойыңыздар, ой, Асқар айтып жатыр, значит қиын нәрсе деп бұл. Жоқ, қиын нәрсе емес, бірінші сыныптағы балаға үйретіп қойсаң, ол істей береді. Менің бір шәкіртім інім телефонда ойнап отқанын видеоға түсіріп салып, одан жалпы айтқанда подписчик жинап, алдағы уақытта уже ақша табайын деп жатыр. Ойланып көріңіздер. Бірінші сыныптағы бала, немесе үшінші, жалпы айтқанда кішкентай бала. Ал кішкентай балалардың қолдан келген нәрсе сіздердің қолдарыңыздан неге келмейді? Получается, қорықпаңыздар, сіздер тек алдыға басыңыздар, менің видеомды қараңыздар, менің айтқанымды істеңіздер, все. Одан артық сіздерге қиындық нәрсе жоқ. Мен сіздерге гарантия беремін, YouTube'пен айналысу ол қиын емес. Яғни ақша табу қиын емес. Көп ақша табу ол қиын емес, ойланыңыздар осы сөзді. Өйткені мен қиналмай тауып отырмын. Себебі мен тауып жатырмын, мен білемін. Айына 500 000 теңге жоқ дегенде табуға болады, тіпті миллион теңге табуға болады. Айтай берсек әңгіме көп. Енді сіздерге айтатын нәрсе, екінші пунктке өтетін болсақ, ал тауып жатырмын, кәне сенің дәлелің. Қазір мен сіздерге бір каналымды көрсетем, менде бірнеше канал бар, точнее 12 каналдай бар. 2-үшеуі клиенттің каналы, қалған 7-8-і өзімнің каналым. Ол жерде мен былай айтқанда қалағанды жасаймын. Монетизациядан ақша түседі, тауарымды ұсынамын адамдарға, өз қызметімді ұсынамын, адамдардың каналын жүргізіп беремін, барлығынан маған ақша келіп жатыр деген сөз. Ал енді солардың арасында сіздерге бір каналды көрсетейін, қанша ақша түсіп жатыр күніге. Көріңіздер. Міне мынау менің жүргізіп отқан каналдарымның бірі. Соңғы 28 күнде 991 000 просмотр, 99 000 сағат жинаған болатынмын. Уникальный зрители 390 000. Доходты қараңыздар, күніге қанша теңгеден түсіп жатыр? 28 000, 27 000, 26 000, 24 000, 25 000. Жалпы айтқанда міне көз алдыларыңызда тұр, қай күні қанша уақытта қай кезде түскені. Бір айда міне соңғы 28 күн деп тұрмыз, бірақ осы соңғы сентябрь айы біткен жоқ әлі. Сентябрь айда қазір қанша түсетінін сіздерге көрсететін боламын. Мынаны басып, мына же оң жақтағы
сілтемені басып, яғни соны сол жерде сентябрь деген айды қоямыз. Сентябрьдің бүгін 25, иә. 23-ші соңғы кезек түскен 502 мың теңге. Айдың соңына шейін білмеймін, может 550 мың, может 600 мың теңге болады. Көресіздер. Қалай екен, көрдіңіздер ма? Ұнай ма сіздерге? Күніге 50-60 мың теңге, может күніге 40 мың теңге, немесе айына 500-600 мың теңге. Бұл бір каналдан. Ол сияқты менде бірнеше каналдар бар. Ал енді сіздерге ой туады. Неге сіздер істемеске соны? Рас, бір мен сияқты қарапайым адам отыр, әшейін ютубта отырады, диваннан артын көтермей, үйден шықпай істейтін нәрсені неге біздер істемеске деген сіздерге сұрақ туады, дұрыс па? Так что сіздерге айтатыным, ютубпен айналысудың мен білетін, немесе мен сіздерге айтатын 4 пайдасы бар. Бірінші пайдасы әрине ақша табу, және көбірек ақша табу. Бұл бәріміздің жақсы көретін нәрсеміз. Сол үшін де осы жерде отырмыз. Мен оны былай деп айта бермей қойын. Ақша таба аласыздар. Ол туралы мен бірінші пунктте айтып кеткем жаңа. Ақша табасыздар. Тауып қанағымен көбірек табасыздар. Тіпті 500, айына миллион, дальше кете бересіздер. Екінші нәрсе еркіндік, демалып жүріп жұмыс жасайсың. Мейлі мен сияқты Дубайға барып жұмыс жасайсың, немесе үйіңде отырасың, немесе ана қалада, мына қалада, неважно. Қай қалаға барасың, сенің жұмысың бірге жүреді. Ешкімге мұқтаждық, басекемен жұмыстан шығарып жібермей, мен ана жерге барып келейін, сұрана тұрайын, жоқ. Өзіңіз бастық, өзіңіз қожа, ең мықтысы, ең ұнайтыны осы өте керемет сезім болады сіздерде. Когда өзіңіз қалаған уақытта тұрып, қалаған уақытта жұмыс жасай, еще сонымен қатар сізге көбірек ақша төленеді. Тағы сендерге еркіндік, қалаған бизнеспен, қалаған спортпен, қалаған тамақты жейсің, қалаған жерге барасың, кинотеатр. Еркіндік деген нәрсе ол. Вообще мен сіздерге айтып жеткізе алмаймын. Үшінші пайдасы сіздерге абыройлы болу. Яғни сіздерде жұмыс жасайтын болса, бұндай ютубер мамандар қазіргі уақытта әлемде жетіспей жатыр. Сол үшін де сіздер навыктарыңызды, қабілеттеріңізді арттыра біліңіздер. Сіздер сияқты адамдар жетіспей жатыр. Сол үшін де осы мамандық, ютубер мамандығын дереу алып, қолға кірісіп істеңіздер. Сіздер сияқты адамдар жетіспей жатыр. Так что ал жетіспейді деген сөз, сіздердің бағаларыңыз қымбат тұрады деген сөз. Бір жерге барып 500 мың, немесе уже келесі айда 600-700 мыңға жұмыс жасайтын. Неге десе, бермесең, шығып кете саласың, басқа жерде жұмыс жасайсың, может ютубер болып, мүмкін өз арнаңды жүргізесің, мысалы біреулермен келісіп жұмыс жасайтын болсың. Так что абыройлы болу, яғни сенің сұранысқа ие болуының артуы. Сол үшін де сіздер ұмытпаңыздар, үшінші пайда абыройлы болу. Төртінші пайда сіздерге өте күшті, бұл да карьера, яғни сіздер блогер болам дейсіздер ма? Мүмкін бір қызметтеріңізді ұсынасыздар, мүмкін бір тауарларыңызды сатасыздар, мүмкін ойларыңызға не келеді, соны жасайтын боласыздар ютубта. Яғни оның барлығы сізге ақша болып келеді. Просто так видеоны түсіресіздер и саласыздар. Тиктоктағыдай ойбай маған сыйлық жібер, ойбай маған анау жібер, мынау жібер, мені отырмайсыздар. Сенің мақсатың видеоға түсіресің, керемет видеоны түсіріп, ютубқа жүктеу болды. Сол жерде сенің жұмысың бітеді. Монетизацияны бір қосасың болды. Ары қарай өзі рекламаны барлығын қосып беретін, оны ютубтың өзі қосып, көрермендерін көрсетіп, ақшаңды Каспиіңе жіберіп береді. Болды. Міне, тағы осы айтып отқандай неше түрлі менің ойыма келмей жатқан, вообще үлкен артықшылықтар бар ютубта. Менің бұл ойыма келіп айтып атқандарым. Себебі видео қысқа қылсын деп, мен әдейі көп созбадым. Сіздерге басысы пайдалы болсын деп. Оны егер сіздер кірісетін болсаңыздар осы ютубты үйренуге, сіздер жолында көретін боласыздар. Мынау не деген керемет, мынау не деген пайда, білен, анандай болып жатыр, не деген кеңістік мынау, не деген мүмкіндік. Атақты адамға айналып кетесіздер, атақты адамдармен жұмыс жасайсыздар. Немесе өзіңнің тірліктеріңді жүргізесіздер, немесе шетелге барып блог түсіресіздер. Міне, ютубтың үлкен мүмкіндігі, мен сөзбен сіздерге жеткізе алмай жатырмын. Так что неге қарап отырсыңдар, айналайындар. Егер де сіздерді айына 500 мың және миллион теңге, тіпті одан да көп ақша тапқыларыңыз келсе, осындай үлкен мүмкіндіктерге жеткілеріңіз келсе, осы видеоның астында сілтеме тұрады, сол сілтемеге өтіп кіріп көріңіздер. Курсқа тіркелу үшін осы видеоның астындағы еще деген сөзді басамыз, және ол жерден сілтемеге кіретін боламыз. Осы сілтемеден хромды басып, немесе сайтқа кіретін боламыз. Мына жерде барлығы сіздерге жазулы тұр, қаншалықты не, барлық мүмкіндіктер жазулы тұр. Келіп көрсеңіздер болады, өте сіздерге пайдалы. Сіздермен бірге болған Асқар, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер, мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар, сау болыңыздар.